Қайырлы күн менің YouTube көрермендерім. Қасиетті айлардың сұлтаны Рамазан айы баршамызға құтты болсын. Тұтып жатқан оразаларыңызды Аллах тағала қабыл етсін. Мен кешкі ауызашарға осындай карамельный пирог дайындаған болатынмын. Жасалу жолын білгілеріңіз келсе, арнамнан алыстамаңыздар. Ең алдымен бізге осылай ұн қажет болады және сары май. Біз осы сары майды үккіштен осылай өткіземіз. Не көріп тұрғандарыңыздай үккіштің көмегімен сары майды осылай өткізіп алдым да, және оны ұнмен араластырып алған болатынмын. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді осының үстіне бір қасық ұн қопсытқышын саламыз, яғни разрыхитель. Жақсылап араластырамыз. Енді біз бөлек ыдысқа бір жұмыртқа және үстіне қант қосып, қантымыз ерігенше венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Енді осы массамызды жаңағы ұнымыздың үстіне осылай құйып, жақсылап қамыр илеп шығамыз. Яғни пирогымыздың біз тестісін илейміз. Енді осы пирогымыздың тестісін біз салмасы дайын болғанға дейін холодильникке сала тұратын боламыз. Енді ары қарай бізге қаймақ міндетті түрде 20% болған дұрыс, және бір жұмыртқа, содан кейін вареная сгущенка бір банка, содан кейін кукуруз крахмалын бір ас қасық қосқан болатынмын. Мен видеода көріп тұрғандарыңыздай осылардың барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Осы кезде біз холодильниктен тестімізді шығарамыз және бұны оқтаудың көмегімен жақсылап жазып алатын боламыз. Тестімізді формаға саламыз. Мендегі форманың диаметрі 24. Міне осыны формаға осылай орналастырамыз және жандарын барлығын басып, барлығын біркелкі етіп аламыз. Міне осылай барлығын әдемі шығу үшін біркелкі қылып осылай басып шыққан болатынмын. Енді осы тестіміздің үстіне манағы салмамызды құямыз. Енді осыны жарты сағатқа пешке жібереміз. Менің пирогым дайын болғанша арнаға тіркеліп пирогтың пісуін күтіңіздер. Міне біздегі карамельный пирог дайын болды. Өте кереметтей, өте дәмді болып шықты. Ауыз ашарға шаймен ішсеңіз өте тамаша болады. Сіздер жасап көріңіздер. Міндетті түрде қолдау күтемін.